бір бөлінген косинус x-тің интегралын қалай есептейді? Көп жағдайда оқушылар ln косинус x деп қателесіп жатады. Бұл жағдайда біз алымында бөлімінде косинус x-қа көбейтеміз. Косинус x dx бөлінген бөлімін көбейтсек косинус квадрат x шығады. Одан кейін интеграл косинус квадратты синус арқылы өрнектейміз. Косинус x dx бөлінген 1 минус синус квадрат x тең болады. Не үшін бұлай істедік? Себебі біз синус x-ті жаңа айнымалы арқылы өрнектейміз. Жаңа айнымалы енгіземіз. Синус x тең t. Екі жағынан туынды аламыз. Синус x-тің туындысы ол бізде косинус x болады. Косинус x және жанына dx деп жазамыз. Тең болады. t-ның туындысы 1-ге тең. Жай ғана dt деп жазамыз. Енді апарып орнына қоямыз. Интеграл косинус x dx дегеніміз, косинус x dx-тің орнына апарып dt қоямыз. Бөлінген 1 минус синус квадрат. Синус бізде t, 1 минус t квадрат. 1 минус t квадрат дегеніміз қысқаша көбейту формуласы бойынша квадраттардың айырымы 1 азайту t және 1 қосу t деп екі жақшаға жіктеуге болады. Тең болады. Мұна тұрған бөлшекті біз 1 бөлінген 1 минус t қосылған 1 бөлінген 1 плюс t деп екі бөлшектің қосындысы түрінде жазатын болсақ, бізде алымында 2 шығады, және интегралының алдына 2-ден 1 деп жазып қоямыз. Ол кезде мына бөлшекке тең болады. Бұл жерде dt-ның алдында коэффициент 1-ге тең. Тең болады 2-ден 1. Мынау бізде ln, минус ln, минус ln 1 минус t қосылған 2-ден 1 ln 1 плюс t тең болады. 2-ден 1-ді жақшының сыртына шығарып жіберсек, ln азайту, ln-нің қасиетін қолданатын болсақ, логарифмнің қасиеті ln 1 қосылған t бөлінген 1 азайтылған t. Яғни логарифмдерді азайтқан кезде олардың ішіндегі өрнектері бөлініп кетеді. Қосылған қосылсын ұмытып кеттік. Енді орнына апарып, t-ның орнына апарып, алмастырған синус x-ті апарып қоямыз. Сонда ln 1 плюс синус x бөлінген 1 минус синус x плюс c. Мына жерден арғарай егер кестедегі формулаларды білетін болсақ, бірден мына формуланы жазуға болады. Ал енді дәл осылай синус x-ті де есептеуге болады.